Allah'ın nikah başına. Türkistan'da Muhammed Mahmut Marul Ali'nin bağlardan kızarak Fetelerde sevmeyi, yaksaların yüreği, arkasında daranlar İslam olsun yüreği, ata ananın harp olsa, anata olay aslanın salahına bak kaçasın, onunla muhtemelen, ülgeri baktan yaşlarım, serverine korgan bol, konuklarla tüsede hayırlı saktan, aşık olsun aslanım, aşık olsun aslanım, ayıltasın zarfırap, yarın taşsın aslanım. Arkasında ayın dostlar devlet köpek olup, baba arkasın aman olsun, elimizde köpek olsun, yanakta köpek olsun. Baklar bayan her zakta, avul eder aman sakta, sözünün kendini sakta, gözünün gözünü sakta, ağayının havasını sakta, zavfının havasını sakta. Arkadaşlar kavgata alın, hıngır bayasını dönün, avukatlarını saklasın, insanlıkların zor olsun, atarların mol olsun, oğulların mol olsun, faydalarsan aldığını mol olsun. Evlilerin yastı olsun, kızların sesti olsun, mağaların bakta kesin, nedeni şöyle ederim, şartlara kesin. Arkasında anlatalım, cennet cennet almışlıklar. Nasıylesin devletin, oğlanası taşların, Karakolun yeri olup başımız bir devletin. Arkasında başlı ders olsun, anlatalım. Bizden de arayanların arkasından kavrulsun, hep kavrulsun. Yetenekli koruyoruz onları. Aytayınca onun Қазақстанның аңғар өзі азамат түрі байлай келеді. Бүгін кеше өткенде бүгін сөйлесіп алып жатырмыз. Осы беріп орталықтарында қабыл болсын. Барлықтарыңызға ортасында аманшылық, дендеріңіз сау болсын. Алла шағында өре шүрлі бола беріңдер. Ұрпақтарымызды көп өсіріп, таңғы келісті осында бас қосып, аманшылықты кездесіп тұрайық. Assalamualaikum, jinoyat bolalar. Бағанадан бері айтып жатқан әңгіме есеп беру жиыны, бас қосу жиыны бүгін жаман емес сияқты аяқ алса жақсы деп есептеймін. Біздің мақсатымыз бас қосып тамақ ішу емес. Мақсатымыз өзіміз танығанмен балдарымыз сендер бір-бірлерін танымайсыңдар. Сол себепті келешек ұрпақ араласын, тұраласын, бәріміз ақтардың баласын, бір шалған таяған ағайынбыз, соны біліп жүрсін деген мақсатта бас қосулар болып жатыр. Аллаға шүкір биыл осы 4-ші бас қосу шығар. Жылда бұндай жиі болмағанмен жылына 1-2 рет болады деп есептеймін. Ал жігіттер қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Алла тағала кәсіптеріңе береке берсін. Той бергенсіздер. Мен бәріне кіші едім, сонда да айтып кете берейін. Құрметті
құрметті бауырлар, қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Сәл ғана төбеміз көкке жетпейді. Осылай жиын бола берсін. Осы жаңағы баяндамашы айтқан кісілердің сөздеріне кішкене бір-екі ұсынысым бар. Түсінбеген жерлерім бар, соны сұрайын деген. Мынау ағайын бәрімізде анадан туылдық. Бәрімізде де келін бар, әйел бар. Осы отырғанның бәрінің қатыны бар. Ал енді тап осы кезде менің ойымша біз ұрлық жасаған бір жасырын бір құпия әңгіме айтқанын сияқты отырмыз. Неге бұлай? Ол кісілер неге үйде отыр? Біз неге бұл жақта сайрандап жүрміз? Кетсе шамада ақша кетер, болмаса қалтамыздан салармыз. Келесі жолы мынау залды көйіп, бәрімізде әйелдерімізбен, келіндерімізбен келетін болайық. Екінші мәселе, мен жаңа іс-шарамен танысып оқыдым. Соның ішінде дарынды балалар туралы жақсы айтылыпты. Жалпы мен осы іс-шараның бәріне түгелдей 100% қосыламын. Осы іс-шараны атқарып жатқан жігіттерге, осыны ұйымдастырып жатқан жігіттерге өте ризамын, рахметімді айтамын. Алланың нұры жаусын сіздерге. Мынандай тірлік бұрын болмаған. Бірімізді танысақ, бірімізді танымай, бірімізге сәлем бермей, иықтан қағып, кейде шатақта болып кеткен жағдайлар болған. Мені Құдайға шүкір, мына батыр келешек, енді осы жағдайлар болмауға, одан әрі қарай өсіп өркендеуге, соның ішінде өсіп өркендететін әйелдер, келіндер ғой. Сенің қандай туысың, қаяқтағы туысың деп отырмау керек. Сосын дарынды балалар жөнінде айтылған жерде, дарынды балаларға осындай көмек, осындай жағдай шарттарының бәрі дұрыс. Осы балдар тек қана ұлдар ма жоқ, осының ішінде қыздар да бар ма? Сұрақ берді. Міне жазылу керек, ұл қыздар деп. Дарынды ұл қыздар деп жазып қойыңыздар. Мені осы бөлгім келді. Келгендеріңізге рахмет, бәрін амандықпен бастыңыздар. Енді жиналған қауым бауырлар, ұстар, келіндер, жеңгелер, жаңағы Томарбайдың айтқанына тоқтап берейік, сұлғайды. Ол енді келешекте болатын нәрсе, бірақ жаңағы осы ірі баста, Құранның ішінде болсын деп солай шақырды, келесіде ол есепті болады. Енді бұл мәселе 14 жылы шамалы бастап та ұмытылып Мұхаммедтен бала-шағасына рахатын көрсін, өзі бір күні үндемейтін демей, Мұхаммедтің атын жамылған баламыз ғой. Сол еліне шақырып жатыр, осында керек жастарды деді, 40-тан төмен деді. 40-та 45-тен де барды ғой. Енді ол жаңағы 40-ында 13-інде орта ойға сілеген бар, ол 40-ға жігіттер ойбай мен яғни жастың арамына жүру болмайды. 30-да орта жігіт деген сөзге тоқталу керек. Жас еш уақытта жас қылмайды. Баланың өзінің ортаға жаңағы бейімділігі. Осы жерде мына отырған жігіттердің бәрі, мына жастардың бәрі, мына үлкен кісілер осы жүре бермейді, мына бірақ столда отыр, үлкен кісілер қарап отыр. Артында қалғанда келешекте осы мына ойбай мына Мырзакенің баласына атын қалдым ғой. Қазбек жігіттердің жүгірудің арқасында осындай жалғасын тауып жатыр. Енді ол мына қабілескерге рахмет. Ана жаққа да жүгіріп, мына жаққа да келіп, өзі бітірайтын адамға ол бітірай береді. Басты біріктіру өте қиын нәрсе. Сосын жаңа бұқып қаласың деді ғой, бұқып қалғанын бұқып қала берсін, бірақ сонда да оны ішке тарта беру керек. 90 төгеу. Көп сөздің тоғдай түйіні мынау іс-шараларға Құдай Алла Тағала берекесін берсін. Әр уақытта осы мына балаларымызға осындай Құран оқытып, басымыз жиі қосыла берсін. Енді жаңа айтып жатыр ғой, жылына 2 рет деп. Ол 2 рет болса да болады. Ендігі жыл шамасы соған келейін деп тұр. Көктемде бір, күзде бір. Сосын әрмағай жалғаса береді. Жаңағы осы жерде біреу айтты, Мұхаммедтен айтты ғой. Бір ағаларымыз кер тартады, біреулер былай тартады дейді. Ондай қылмау керек. Бір жеріңнен қол шығару керек. Вот сол кезде ел боласың.
Бүгінгі отының басының берекесі кетіп қоймай, бүгін түгінің әулетінің берекесін сақтап қалу оның оңай шаруа емес. Мына жерде ана сәулет кемайдан тараған қанша бауырларым отыр. Рахмет. Бұлар енді ана жаққа ел асып бара ма, жаңағы несінде жүр, жұмысында жаңағы дастан сондай. Оның бәрін көріп отырмын. Рахмет мына балдар. Қазір анау таныстық басталған кезде амандасып танымағанып тағы жатармыз. Рахмет. Ортаға әрине әрекетін айтқандарыңыз келсін. Айдарлы ауылынан Сейтұлтан ағасы келіші. Және де көкелі асқардар әкелеріміз сіздерді өздеріңізді аты жөндеріңізді бір-бір айтып өтсеңіздер, жастар бар, танып біліп отырғандырсыз. Али тоқымдар құрметті бала тағылым. Менің атым Камал Нақақай. Осы қазір 82. Әлемді сендердің мынау талаптарыңа, мынау қызметтеріңе өте ризамын. Сондай көңілді осындай өмірлерін үлкенше кегімді болады. Ал менің әкемнің аты Батырбек, өзімнің атым Жалғас. Айдарында туып өскен азаматтың. Осы жерде 3 балам отыр. Жалғас Батыр күнді. Аты Бақыт, біреу Шыңғыс, біреу Жеңіс. Мынау немерем Олжас, ең үлкен немерем. Менің әкем алтын қазған адам. Саршылдың бер жағында Үштаған деген жер бар. Сонда менің әкем алтын қазып алынбай қалған. Мен мына Бесақов деген ауылда тұрамын, өстімде жақын Махамбет ауылының арқасында. Атым Томарбай, 3 балам бар, Қуанышбек, Мейрамбек, Нұрсұлтан. Үлкен балам ертіп келдім, Қуанышбек. Әкем аты Тұрмақ қарап көрсеңіздер болады. Интернетте де тұрған шығар. Мен Қалауада тұрамын. Береуін немересі ат Зейнебек. Ал енді ағайын туыс, мынау жастар, артымыздан ерген жастар. Енді осындай жастар жиналып, осындай тіршілік істеп жатқанда, мына айтқан ғой, кәмекемен үш күн деген. Осы көңілімізге риза болып айтылады. Енді осы кісіні біз қоштаймыз. Осы кісінің соңынан ерткен адамбыз. Мен сіздер мысалы біздің артымыздан келесіздер. Оған біз қуаныштымыз. Мына бастан бізді бәрі осындай уақытында осындай істейтін адамдар болмады. Басымыз қосылмады. Әркім өзінше сәбетін білгенде өмір сүрдік. Ата бабамыздың онша не қылмады, көңіл бөлмеді. Енді бұлай сендерге мен шамалы не айтайын. Мысалы 2007 жылы мына келгенде Түкі бабамыздың қорымы бар. Түкілердің қорымы бар. Келгенде өзі туған шыққан жерімізде. Сол жерде қанша жүздеген адамдар бүкіл осы Қазақстанда жиналды. Түкілердің бәрі. Шешықтан келді, Россиядан келді. Сол кезде екпінеде тұратын Олаш бауырымыз әкеміз бар, ол қайсы болса. Сол айтты, мына Түкі бабамыздың басы арқалық жақта бар екен. Осындай. Осындай сол 2007 жиналғанда риза болып айтты. Мынау жақсы жұмыс болды. Осыны жалғастырайық. Ертең қолымыз тиіп, мына болғанға, сол Түкі бабамыздың басына барам, іздейміз. Соның аяғында кейін, мысалы, 1 жылдан кейін ба, 2 жылдан кейін, мына осы жерде бар білген. Мақсат бауырымыз спонсор болып дейтін ақша берді маған. Ол Түкі бабамыз басын іздейміз. Содан осы жерде мына Құтан көшеге бардым.
Сол жігіт айттым мен ағайда осы машинамен жүргендігінде бұның қасам арамнан заттан алып берсеңдер мен апарамыз арқалыққа. Содан Бордаш көкеміз бар. Ақшасын бергеннен кейін спонсор болып жақсының айтты дейді ғой. Мені көріп тұр. Мен сіздерге алдарыңда менің айтуға мен айтып тұрған жоқпын. Содан арқалыққа барды. Сөйтсе ояқтарына нағасы да Бордаш көкеміздің. Мынау Амантоғай аудандығы Құтан бабаны бастайды. Енді ол сосын біз айтып ғой, Құтан бабаны түкі бабамыз іздеген. Біле өреген осы жастар білсіндер. Ешкім білмейді, содан мен сендерге посты бар. Енді соның аяғын оған айтайын. Содан бұл жерде тағалмағынан кейін отырып тәртелі тұқабы бар ма? Жиырма шығып, осындай өшкеде мұнда деген түкіге жиен ақсақалдары жүзге өйеліп қайтып кетті. Әже бұлаймас, түкінің қырынан туған. Шешесі 10 жасында Шағатай әкемізді көрген екен. Содан сосын мұнда деген кісіге барып, сол кісіден сұрап, ол кісіде қазір жоқ. Сонда ол кісі айтты, сендерді түкілері мына Күштаудың 18-інде қорында сотылы көшелерің бар деді. Содан мен жазып алдым. Сөйтіп мен сол арқалықта оқыған кезде енді түкіп алғандарын табамын, әдейі іздеп барғанда. Содан жезаңын азғанда сөздерді ағайындарға. Сөйтіп мен олар айтты, Күштауға оға деген жерге кесеңдер, сөздерді шығасты. Содан бірден арқалықтан шыққаннан оғаға кесіп, Сишан деген сіздің баласы, Шақыржан деген сөздерді алдымыздан шығып, түкіп алды. Алып барды. Korku şişemizin başını takip ediyor. Buna Күштауда ол кісінің бекайында. Сөйтіп, екі күн өтіп кетті. Әрі жүріп болғаннан кейін былтыр шілде айының 5 күнде басына апарып Күн бабаның ұрпақтарына ескерткішті басына қандай белгі тас қойды. Сөйтіп, ол кісінің басында тастан қарамайды. Сонымен мынамызға қастар енді басын бастанып қосылады ғой. Мысалы жүрдің бәрі қазір әкесін сізде бар, шешесін сізде бар, сендерге түгі бар. Түгінің кемпірі, түгінің ас, қонақтай, өтен шаңтай бар. Соның құрбан өтіп қонақтай шаңтайды. Құрбан пісіп, ол кісінің шешеміз Күштауға басы қабылды. Son sendege benim bilgisinde var, ayetinde var, ayetinde var, şişesinde var, asgari var. Oğlum evde, kız, yarın sonra yapıyorlar. Sizlerle muhabbette, sizlerle oyun, dağlarına çıkan eken peşiniz yani. Bizim her birinin anamız toplamış şişemiz. O sokak kızların her anası, bizim kefire toplamış şişemiz. Son bası kaldı, son onun bası tas koyuldu. Halen ağırlık, ödül var, ölüm desindir. Küçüklarda, baba demin yerine. Son işlerine akılmaydım. Üçlerde bir yere var. Son anamızın var. Çok şeyle ortada akılanın içinde. Yani o şeyle ayağına çıkıyor. Böyle anamız koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar olsa çıkarılan içinde korkta değil. O değil mi? Çocuk basından gelecek. İşte öyle Çok tavanlar, izinde tavanlar, kişisinde tavanlar. Bize yoklar yaptık. Kişimizin basını sattık. Basını sattık. Sonun verdiğinde sizlere acaba listelerinde bozdu. Kör kişilerinin basını var. Ayrıca olsa şarana geliyorum burada. Buralarda yeni tükürmemanın ürün dağılmış. Sonra çok sizlere tarafa. Gördüğüm aslında terörün büyük olmadı. Bunda isteyen yakınlar da var. Bizlere de karanlıda biliriz. Ya onun da mutlaka karada televizyon olsun, büyük olmadı. Oksijen gücü sizlerinde mektepten atım geliyor, olmazsa tuz koyulur. Oralar size oksijen lisek bölümünde anlayan lisek koyulur da var. İlkleri oksijen Kazakistan'daydı. Bizim tüpüden çıkan, önümüzden atamız, babamız mesele olarak. Onun aklına geliyor. Koy içinde bozduğunda cumartesi atıyor olsa.
осындай мені жасап берсін. Бәрін аман болыңдар, өсіңдер, өніңдер. Енді ол таныстық көрсетіп жалғасын таба берсін. Енді бұл мұханың бүкіл түпігі еңбек сіңді десе болады. Өйткені қабілет айтып кетті ғой. Кім баласын оқытамын деп барған адамды кері қайтарған жоқ. Оқыталмай малда жүріп, жебір шаруамен жүріп оқытпағандар барса, ол кісінің бүкіл түгілер. Енді бұны не айтып тұр дегенде, жаңа бағанағы әңгіменің соңы ғой. Мынау жаңағы жиналатын қор мәселесіне атсалысу мәселе. Осыдан чап дегенде біз білмейміз, телефон бар болса да, оған көре алмайды, мынандай телефонды сөйлесе береміз, айналайын. Шаты жоқтар дейді. Оған біз ұстап, жарықтаймыз. Бұл жерде мына қонақбай азаматтар ешқандай мен мақтан білмеймін. Менің әкем өзінің атасына да келмей, атасына қонақбай деп қойыпты. Мен балдарымның да фамилиясы қонақбай, мен де қонақбай. Әруағы риза болсын. Атым сағындыр. Анада бір екі балам отыр, екі немерем отыр. Оларға да келіңдер дедім. Анау 15 жасар, 14 жасар балаларды тани берсін істеді. Қандай аты болады? Бәріміз бір пікірден тарғын ұрпақпыз. Мына кіші сабақты және тәжірибе демекші ұрпақ жолбасын құттықтаймыз. Жаңа Қарағай ағамызға айтып кетті, қандай эксекенін жастардың құлағына сөйлескен дұрыс қой. Тоғысы Өзбекстанның көшерінде біздің Сырбайға бауырларына көшерінде бір ауық қойын жүрген қырғын бойы көшерінде бастарын біріктейді. Қамала ағат кедесінде жеті бірі сабақтың сәтіне кедесіндерінің әрбір сенің сәті бар. Құдалы өтелесін тұқты болсын, әруақтар ыза болса, ыза болсын. Өлі ызауға келіп байымайсың. Жақсы жақсы екіп айтып алатын. Өзінің тегім фамилияны, Ақжау тегі Нәріпұлы Мақсұт. Сағаларым болады, қасындағы сауықтарым. Енді жаңағы қазір айтты, жастар жағы доқтарымыз сөйлеген тұтпайды. Бағына өзіңіздің кішігінен көрдесесін. Еңбегінің жемісі жетіп, осындай балдар қыздарымыз, ұлдарымыз, мен ағаштарымыз деп қолын көрсетіп мүмкін. Бәрі қабылдасын. Менің атым Талғат, әкем әскерлеріміздің Өзбекстанда туып өскенмін. Шыштық жерде кешіктірген қырқабылшылы әкеміздің тұсаққа машина қолданған көрсеткен өстік, өздік, өстік екі болған ба, өзім жақын 75-те бір немерем бар, екі адам бар, оның балдарын өсірген Bizim balamız uzak adamlar bir yer var, yekmişlik kalıncan, uzak adamımızda iğneler var, zayıflar için soğuk. Anlıkta halinde ağırlar. İnatın kulübün, yekizler, aminen spreyiminden, yekvadan bildiğini geçiyoruz. Bundan farklı sayılar firmaların özellikle azaltılıyor. Belki de naip partiyetten bazıları havlu olsun. Alindığına Әке Асқартау ана баурайындағы құлақ, бала жағасындағы құрақты жерден арайын.
ендеше осындай асқақтау әкелеріміздің құрметіне дәулет ағамыздан орындауда бір жақсы терме болсын. Қошемет көрсетіп Елin dönüşüm ustalarla başta ajalarımız bilir. Bırak kendi Allah'ın amına bırak usulünü yiyecek kurdu istikredikken. Bırak kanal gözü ortak paylarında olaylarda İslam'ı görüldü. 20 saatinde kanayıp İslam'ı görüldü. Zaten oturup kişinin babalardan burası yargıçlarından gözüm vaziyetleri onları bıraktı. Benim de kalkın uydu saçımı görüldü. Bırak gidelim dedi. Қошемет көрсетіп тұрған ағайын. Бәрекелді. Келесі сөздің кезегі арман жырдың күнегі. Айтан кеттім білемін Ақжалықта аналарға мен сөз кезегім беремін. Ақжалықта аналарды ортаға шағым келіп отыр. Кенже көкеміздің үйіндегі Райка анамыз, Мұхаммедтер көкеміздің үйіндегі Маржан анамыз, Камал көкеміздің үйіндегі Бажахал анамыз, Әмір көкеміздің үйіндегі Зеріп анамыз, сонымен қатар Жахал ағамыздың үйіндегі Бегай анамыз, Дүнәлі көкеміздің үйіндегі Захара анамыз, сонымен бірге Асбек аға үйіндегі Күрбан апаларымызда басқа ағайлардың қошеметінен ортаға шақырамыз. Ақжалықта аналарымыз келіңіздер. Және денен орта буын аға бауырлар. Мынау үшайға бір бас қосамыз сәлі. Өзімізді әдем тәртібімізді сақтап, сыртқа шықпай сәлі. Уақытымызды ортаға осы жерде үлкендердің сөзін тыңдап. Қысқа нұсқа өздеріңізді бірінші таныстырып, өйткені жаңағындай Құрметті ашқа жиналған қауым, қайындарым, балдарым, мына беріп жатқан астарым қабыл болсын. Барлық көп жинаса, көп түкірсе қойылады деп, мынау көпшіліктің тілегін Алла қабыл етеді дейді. Мен Кенже деген шалдың кемпірімін. 4 қызым бар, 4 жерде отан болып отыр. 4 қызым үшеуі өліп қалды. Менен сол өлгеннен қалған бір Қазыбек деген балам бар. Осының ішінде отырған шығар. Оның үстіне 4 ұлдан 4 шаңырақ, 4 ұл бар. Өзі артында қалған. Не айтайын енді? Мына істеп жатқан, беріп жатқан астарым қабыл болсын. Артымыздан өсіп келе жатқан, еріп келе жатқан бала шағаларымыздың дендері сау болсын. Өмір жастары ұзақ болсын. Ұрын-бұтағымыз ары қарай жалғаса берсін. Біздің ұлы
ұлпаның ұрымтақтан өсіп өнгеннен біз үлкен адам тілектеспіз. Алла осы тілегімізді қабыл етсін. Менің шағым бар ғой әлі. Осы уақытқа дейін атымды атағаным жоқ, бүгін атамай атқарамын. Иә. Мен анау мекелай заманындағы әжеттерменен бірге жүріп, оларға қолынан тамақ беріп, одан мынау кеше соғыс уақытындағы әжелермен оларға тамақ беріп, мен ең үлкен үйлерге жаңағы жағып отырған келінмін, атын Бажанар. Енді Құдайға шүкір, кешегі некелай заманындағы, соғыс уақытындағы ол кездегіне Құдай мына бала шағамызға бермесін. Мынау тыныштық заман, енді солардың немерелеріменен бас қосып отырмыз. Осы ұзағынан болсын, балдарымыз тиіс болсын, нанымыз көп болсын, уайымыз жоқ болсын. Мен жаңағы балдарымыз біразы жаңағы қарағанда алматы кетіп қалды, хабар айтты, жылдың аяғы бізді жібермейді деп келемей қалды. Осы жерде жаңағы Болат деген өзімнің балам мінекей тұр. Сосын кеше бір бала дүние салып кетті. Соның артынан жыландар бар ғой, ер балдарға мынау берген. Осы бала енді оқып, енді жетіліп, қызмет істеп, нанын жеп жатырмыз. Басқаларында нанын жеп жатырмыз, Құдайға шүкір. Мені әжем айтатын, 30 шаңырақты шығарғанмын деп. Мен 10 шаңырақты шығардым, балдарымнан басқа. Енді менің айтарым, осы бас қосып отырғандарыңызды Құдай ұзағынан берсін. Алла тағала ауызбіршіліктеріңді беріңдер. Бұл деген үлкен жаңағы елдің сынына да, шынына да келетін бір ұйым. Осы бақытты болыңдар, не айтар басқа. Менің атым Бажанар Айдары совхозынан негр астына асқа жинап жатқан көпшілік қауым мені бірінші көріп тұрған шығар, қандай қайындарын таниды, мына ақса деген қайындарымды үлкен көршілерін тани ойнаймын, енді көршілерін танимын. Мен Сармолла деген түкен айнам болған ғой. Соғысының шаңырағында тұрған ең кішкентай келінімін. Үлкені де кетті, кіші де кетті, еркектер де кетті, әйелдер де кетті, кемпірлер де кетті. Ең кіші Асылбек те кетті. Менің күйеуім 25 жыл болды қайтыс болғанына өрісімін. Сол шаңырақта отырмын. Енді Құдайға шүкір, мына басқамызды қосып ас беріп жатқандарыңызға, істеп жатқан тірліктеріңізге мың қата шүкірсін кетемін жаныме. Аман болыңдар, семьяларыңда бақытты, дәулетті болыңдар. Алладан тілектеріңді, істеп жатқан тірліктеріңді қарттын. Менің өзімде бір бала 3 қыз, қысқартып айтайын. Менің өзімнен Асылбектен туған бар ол. Асылбек Айдың аты. Арасында барым жоқ, сіздегі араласып жүр, кейде араласамай қалады ауырып қалады. Сонымен 3 жақта Құдай берген өздерін қысқартып айтайын. Енді осы көршілік айтып жатқан тілектерін бәрін Алла тілетсін, өмірлі, дәулетті, бақытты болыңдар. Мына қысқарып жатқан тілегенім мың қата шүкіршілік айтамын. Алла осындай іс-шаралардан қалмай, балам амандық болса естіп жатса келеді, кейде естімей де қаламыз сол. Рахмет, көпті бақытты болыңдар. Мұхаммедияр деген ағалары, інілері, әкелері, жастары. Сол Мұхаммедиярдың кемпірім, Құдайға балдарым бар, қыздарым бар,
осының ішінде өзімнің балам отыр, немерем отыр, төгіп қойыңдаршы менің. Иә, Мұхаммедияның Нұртас деген немересі отыр. Мынау беріліп айтқан Құдай қабыл болсын, ауызбіршілік қатты болсын, әруақтар жебеп-желеп жата берсін, мынау ұрпақтарына, балдарға жебеп-желеп жүрсін. Басқа көп айтатын ештеңе жоқ. Бағанадан бері айтылып жатқан тілектерге қосыламын. Амандықпенен бас қосып тұрады. Шахан деген келіншегім. Ақын Айша, менің қыздарым бар. Отыр, Дания деген немерем отыр. Мынау Кемпірімін, Мүдәліктің 5 баласы бар. Қайырбек бұл Түркістанда жұмыстан жүріп, жұмыстан ұзатпады. Онан кейін Алмасбек, онан кейін Нұрлыбек, онан кейін 4-ші балам Астанада, бұлар енді келе алмады, жұмыстарына босамай. Мынау 5-ші балам Дәулетбек, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, сурет салған. Не деймін? Бұдан бірнеше жыл бұрын Шиеліге тойға бардым. Сол тойға барған кезінде мені ешкім танымады. Артымдан мен ертіп барғанмын. Сосын атамның атын да айттым. Шағымның да атын айттым. Ешқайсысы танымады. Сосын одан кейін екі қайнағамыз қайтыс болды. Ол қайнағаларымды танитынмын. Жаниясын танымағанмен. Соларға бардым. Сосын келгеннен кейін Алтынайдың шағы бар, Алтынай бар. Мен енді Шиеліге бармаймын дедім. Мені ешкім танымайды екен. Я атамды танымайды, я шалымды танымайды. Көзіңіз қаланың ішіндегі туысқандарымнан қатыса берейін деп сөйтедім. Мінекей мынау Асқабыла, Аспер, бар туысқан туғандарды шақырып жатыр ғой. Міне, таныстық деген осындайдан басталады. Танысып жатырмыз. Мынау астарыңыз қабыл болсын. Не дейміз енді, мынау тыныштық болсын елде. Бұл мына асты ұйымдастырып жатқан қайнағаларым, қайныларына рахмет. Осындай бас қосу, ата-бабаларға өтіп кеткен, құран оқыту деген жақсы нәрсе. Сондықтан рахметімді айтамын. Енді осы асқа әйелдер келмесін деген хабар естіп, барамыз ғой деп отыр. Сөйтіп, жеме-жемге келгенде алдыңғы Нұрбек айтады, мама бармайтын болыңдар бардым деді. Сосын мен айттым, бұл неге бармаймыз? Оны кім айтып жүрген? Деп едім, өзінің бір ағасының атын айтты. Дөпкен көрдіген сөйлесейін деп едім, бірақ ол телефон бермеді. Сосын Ырсайдың күйеуінің телефонын сұрап алдым. Әй, Ырсай, қайным-ау. Сол ер адамдардың барлығы да анадан тараған емес па? Неге ол әйелдер қауымы бармайды жерге? Мен әйелдерсіз қатындарсыз өткен асып көрген емеспін. Мен шақырмаса да барамын дедім. Сонымен неге әйелдер қайным күлді. Сосын
уақытқа жеткен шығар деп сөйлесем, ама бұл айтпай ақ қойыңызшы деп, айтам мен келіне. Ал не дейін енді? Рахмет, бас қосып жатырмыз, мына бас қосып ұзағынан болсын. Басымызды қосып тұрайық, туысқандар танып тұрайық, әйтпесе анау деп тойға неге барғанда адамға қарамайтындар да болады екен. Барлығымызға қуаныш, шаттық, денсаулық, жанұяларына бақыт. Берекелі болсын, сау болсын, ұзағынан болсын, ауыз бірікті болыңыздар. Мен мынау былтырғы айтқан 102 келген аталарымның екінші келінімін. Біздегі ағаларың, інілеріңіз, туысқандарыңыз бірге салып кетті, 12 жыл болды. Солайға шүкір, артында балдары бар. Осымызда екішке, қолдағы балам отыр. Бақыт. Аталары немерелер, 2 немерем деді. Біздаса берасы тұрыңдар жаңа. Сізге берекелі, ұзағынан болсын, аманшылық, ауыз бірік болсын. Рахмет Алла, көпшілігі бар, шаман болсын. Балалар, немерелерім келіп отыр. Ербол, Ердәулет, Нұрперзент, Ерасыл, 4-еу келіп отыр, 4 бала. Мына жаңа немерелер деп жатыр, қазір естелік суретке келіп тұрыңыздар. Әжелеріңіздің алдына келіп тұрыңыздар. Қайнағалар, бәріміздің мынау ұстаздарымыз қабыл болсын. Сақтай көкелерінің кемпіріміз Алтынай алып. Қабыл болсын, мұраттан асыл болсын, мынау істеп жатқан іс-шараларының ауызбіршілікті болсын. Алла осы ағайынның ауызбіршілігі берсін. Мынау бас қосқандары құтты болсын. Барлығының ауызбіршіліктерін бір анадан, бір атадан тараған ұрпақсыңдар ғой бәрі. Сол ауызбіршілігіміз мол болсын, дентеріміз сау болсын. Әр уақытта осындай аманшылықта, осындай бара-шағамызда жүре берейік. Папасы айтқан ғой, қанат деген балам бар. Одан келген балам бар. Алтай деген немерем келді. Бексұлтан деген немерем келді. Тақты құлымдары ол алыста, жұмыста. Үлкендерімізге сөз сөйлегендерін беріп отыр. Шилі ауданында Тоғанбай өркеміз, Тәшірбай өркеміз, сонымен қатар Абдрахман ағамыз, Кеншінбай ағамыз, Нағашбек ағамыз келіп отыр. Қанеке, ел ағаларын ортаға шақырсақ, көпелерімізді ортаға шақырсақ, Асқар, Таудан әкелерімізді ортаға шақырсақ, Шилі ауданынан келіп отыр. Есімді аталмай қалған ағайындар болса келіңіздер, үлкендерді Шилі ауданынан. Жоқ, Шилі қозғалы келіп тұрып, орындықты ортаға келіп алып жатыр. Өзімізді толық аты жөнімізді айтып, туған жерімізді айтып, сөйтіп кішкене білек ниетімізді білдірейік. Құдай қаласа. Ал көбе. Құрметті жамағат, құрметті көпшілік, құрметті отанбалдары, бүгінгі мына кештерім алғырсын, отбасыларына берекелесін. Мен мына Шиелі ауданында Сынабайдың болатын, Бекназардың болатын, Асыл Сәттенбай, 37 жылымыз нәтижелерін атқарадым. Ал енді мынау осы басқармадан құрметті мына басқарманың балаларға мұндағы рахмет айтамын. Өмірлерің ұзақ болсын, елдерің сау болып, барақан разы болып, әр уақытта жұмсаған оң баласына береке. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jinagan көпшілік, мыналарды Türkmenimizдің, babamыздың енді мынау ас беріп жатқан Құрманбекке өте рахмет. Мынау енді мені пышақтың ішінде үстім еді.
Yolculuğuna ulaşımlarla yardım edilmeyin. Adayda bana yaşayan Kudayısı kanık olsun, muratlarsız olsun, yetmegin dileğine yetsin. Aşamamamızda travma çıkışlarımızda bunu gibi ölçtük. Eğer vakitte baş olsun ölçtük dursak, bu alayında öte yansın etse. Yetim benim arkadaşım oldu. Hazır, jastlar çakırdı dese davada derket baba olsundan ölsünde söylüyor adamlar. Çakırdı jastlarda. Ne öldü kısım oturmayın, jastlar sıdarsın. Şamal vakıflarında. Assalamu alaikum. Now, devletin ufakları, tarihçinin basması, hayatlarla kurallıktır, trambokstur, kılıcası yetmeli, aslarımız basını olur. Yerde Güneşin kaslarının esinde olan bir жағдай var. Onu eskertip geçirdim. Herbirimizin olsun bas bozup bir tasarlanın bastığından biz tasarlanmalıyız. Evveli Allah'ın arkası, yekінші ata-babalarımızın arkası. Sol kişiler kişi Boğaz'ın kalavuna түсірмей, ашаршылықтың азабына түсірмей, халықты ұрпағын тербетіп Ташкент Өзбекстанға ән-жарға алып ояқтан халықтың басын ұрып аман-есен ояқта жағдай болмағаннан кейін қайтып ауылға келіп Айдардың бер жағында Ағайып деген колхоз болған. Сол колхозға келіп ұйымдастырып колхоз болды. Халықтың басын таратпай, бүлердің басын таратпай. Бәрін бір ұйымдастырып. Сол сияқты сендерге айтайын деген келешек мынау бақтардан жазбай бас қосып келе жатырмыз. Енді бұдан әрі қарай осындай ішінде көз ашып інілеріміз, балаларымыз осы мәселені есте сақтауымыз керек. Келешекте осындай бас қосып, жаңадан басталады ғой. Осы жалғасып, бір-бірімізді танысып, бірісіп, бірін бір ата бір әкеде тұтқандай болып, туысқан болып, біріміз көрген уақытта құшағымыз жайып табысып жатсақ. Бұл бір ғанибет. Бәріміздің де келешек арманымыз, тілегіміз осы біріміз табысып, сіздерге жаратылды. Алла ниетімізді қабылдайын. Жас елдеріміз, балдарымыз, келешек өмірлерін бақытты болсын, жақтарын сүре жағын. Сонымен еліміз тыныш, заманымыз бейбіт болсын. Менің атым Әбдірахман, әкемнің аты Қалаш. Ояқ көзірге жүр, деген батыр кісілердің ұрпағынанбыз. Құрметті құлдарда қойылған мына бүгін басқосуымыз Құда қаласа заманның талабын негіздеуі бар. Бұл басқосу мына жастарымызға арналып басқосу құрметті ағайындар. Осы жастарда біздің ата-бабаларымыздың бауырмалдығын берсін. Өйткені ата-бабаларымыз кеше қиыншылық кезде Ташкентте Өзбекстанда болып, ауылға келген кезде біздің әкелеріміз жылына бір отпусқа шыққан кезде туысқан аралар бір әңгімелер аралап кетеді. Міне Шапшағұлға Ташкент Мұраттың басшылар. Ал біздің бала кезімізде осы құлдарымызға әрбір төгіліміз бар, тақап төгіліміз бар, басқа өгеміздер үйде бір күн жатып, қонақ жаттық. Қазір мына 20-21 ғасырдамыз. Біз жастарымыз өйтіп араласамай, өйтіп жатып болып кетамай. Сол үшін өшерді басымызды қосып, мына жастарына алып келіп отырған жігіттер рахметімді. Біз жатып келмей, біз бір тұқымның бауырымыз. Егер осы
барлықтан бүгінгі есептесек болсам да 7-8 адада бір туған болсам. 7 адада түрлі барып келеміз. Біз жаңа спортта кешіріп жоспарларымыз бар. Ал бүкіл Қазақстанда түрлі санайтын болсақ 500 отбасыға жетсей ме, біз сол отбасылармен бәрімен араласуымыз керек. Бұл жиын сол үшін ашылып отыр. Президент төртінші бас қосып отырмыз ғой. Кеше ана Шумақ адам қойған кезде бұларды бала шағасына келіп таныстырды осында. Біз таныс болайық, біліс болайық. Болмаса ертең маған мүшетіп, бір төрт солай деп аға деп қолымды алып жатса, сол өзі құрмет үлкен. Сол үшін енді мына осы ұйымдастырып жатқан жаңағы азаматтарымызға үлкен рахмет. Егер бұл күйінше бұл ұйымдастырмай, тағы да 5-6 жыл кетіп қалған кезде, мына үлкендеріміз кетіп қалған кезде, біздің осы басымыз қосылмай кетер еді. Енді осыдан кейін осы дәстүрмен жалғасын табады деп есептеймін. Ол үшін мына жастарымызға айтатынымыз, әрқайсының бір отанның арбасын сүйреп отқан жігіттер тірлік жасау үшін, жаңа Батырлай ағамыз айтып кетті ғой, бізге тірлік жасау үшін мына қаражат ешқандай тірлік жүрмей, сосын әр отбасына 20 мың теңгені аударып тұраймыз дейді. Сосын ертең ақша аударып алуымызды сұрамыз. Не істеп жатыр, не қойып жатыр? Жаңағы программасын айтып кетті ғой. Сол тірліктердің бәрін өсіру үшін қаражат керек бізге. Айтып кетті, Батырлай 80 аса үйін жинап деді. 500 отбасы келсе 80 деген өте аз кетті. Вот 20 мың деген бұлай есептесек төлеміз. Енді менің артым келісімде әрбір айлығында сөзде тұрамын. Әлбек, әлбектен Әбілқайыр, Әбілқайырдан мен келісімде. Екі балаға, мен Құда қаласа келесі жылы шешілік жүретін отандар біздер сөз қыздырамыз, танисыздар, елді түретін бастағанымыз арада жалғасын қала берсін дейміз. көп рахмет қабыл болсындар. Мынау таныстығымыз артып, осында әр бас қосқанда бір-бірімізді білісіп, көрісіп, аман-есен жүре берейік. Мынау Субағат ауылына келдік, біз Еңбек ауылынан. Атым Әшім, Кәрім ұлы Әшім 63 жыл болды. Енді орталығынан жалғыз таудың басында абай отыр, жалғыз өзі қорықпай қалай отыр. Абай жауына сөзіңізді берейік. Кел, абай отыр. Жас орталығынан жалғыз берейік. Бәрімізде амандық болсын, өміріңіз сау болсын, осындай насып қойып жатыр, машығын жалғаса берсін, аман болыңыздар. Бәрекелді. Марат аға. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бауырларымызға басымыз бүгін аспыр отырғандарыңызға оңалыз. Бұл енді өте игі басылма деп бағанымызды ағамыз күнелерімізді айтып жатыр. Осы басылма жалғасын талап етсін. Бәріміздің отбасыларымызға амандық тілеймін. Құдағасы енді келесі шиелдегі басылымында бұдан да көп басылымда берсін. Өткенде үстіне аталды ағайынды басып қойыңыз деген. Көрді жүзбір отбасы болатын болса, азғантай ғана адамдар бар да, қалмауға тырысайық. Жаңа бағана референттен айтып кетті ғой. Бірінші өтсек, екі көшсек, артына жақтап қалмасақ, бірінші жақтап қаламыз, көшеде көргенде сәлеміз жұмып, бірімізге бау екенін түсіндіріп. Тағы да бір нәрселер бұл,
өзінің кейін өскен жастар дамуына деген ол рас екен. Мына 2019 жылғы атқарылған іс-шаралардың жылдық қорытындысы бойынша осындай бүгін ертеңнің тарихы деген мақсатта естелік суреттеріне фото альбом дайындап алып келдім. Бұл альбомның дайындалуында Мұхамеджан ағамызбен бір 10 күндік уақытымызды әсерлеп, качественный жақсы болу үшін суреттер жиынтығын құрып, мазмұн мақсатын жасап, сөйтіп суреттер шығарды.